Сәлем достар, сіздермен бірге жалпы тәжірибелік дәрігер Нұрманова Асия. Бүгін сіздермен бірге варикоз тақырыбы туралы айтатын боламыз. Яғни жыныс органдарында да кездесетін варикоздар туралы барлық ақпаратты менің видеомнан ести аласыздар. Ол үшін видеоны соңына дейін тыңдап, өз керегіңізді түртіп алыңыз. Ал кеттік. Ең біріншіден, варикоз дегеніміз не десек, яғни бұл адамның вена тамырларының ұлғаюы. Осы ұлғаюын біз варикоз деп айтамыз. Варикоз кімдерде кездеседі? Варикоз ең біріншіден тұқым қуалайды, яғни тұқым қуалаушылық қасиеті бар. Екіншіден, бұл мамандыққа байланысты болып келеді. Яғни сіз бір жерде ұзақ тұратын болсаңыз, немесе отырып жұмыс жасайтын болсаңыз, онда сізде варикоз шығу мүмкіншілігі жоғары болып келеді. Яғни бұлар мысалға айтқан кезде мұғалімдер, водительдер, немесе стоматологтар деген сияқты военныйлар, бұларда көбінесе варикоздың шығу қауіптілігі өте жоғары болып келеді. Енді біз варикоздың не екенін түсіну үшін бірінші қан тамырларының анатомиясын қысқаша түсініп алайық, иә? Ал енді кеттік, анатомияға саяхаттаймыз. Жалпы адамның жүрек қан тамыр жүйесіне келетін болсақ, ол жүрек және қан тамырлардан тұрады. Енді қараймыз, біздің адамда артерия, вена және капиллярлар бар, иә? Сонымен қатар жүрек, яғни жүрек біздің ол моторымыз. Мотордан бізге жүректен, яғни қан тепкен кезде, яғни барлық қоректі заттар, пайдалы заттар және де оттегі келіп бүкіл организмге таралу үшін жүрек тебеді, яғни жүрек артерияға келіп тебеді. Қанды артерияға келіп тепкен кезде ол сондай напормен келіп тебетін болғандықтан артериялардың қабырғасы қалың болып келеді. Ал енді тебетте ол дейтін бүкіл артерияларға келіп қан таралады. Ал вена дегеніміз ол керісінше бүкіл жаңағы қан кейін қарай жүрекке тебу керек қой. Сол қанды кейін қарай жүрекке қарай тебеді, яғни төменнен жоғарыға қарай бізге жүрекке қарай қан тебуі қажет. Яғни бұның жылдамдығы баяу болып келеді. Яғни бұл өзімен өзі ғой, бұны жүрек жоқ қой, бұны итеріп тұратын. Артерияда бізде жүрек келіп қысып itергеннен кейін напормен келіп қан бүкіл организмге тарады. Ал венада керісінше, яғни бүкіл организмнен қан жиналып келіп жүрекке бару керек. Сондықтан оның напоры жай болып келеді. Енді қараңыздар, өздеріңіз білесіздер, иә? Бізде артериялар көзге көрінбейді. Яғни артериялар бізде терең орналасқан. Чтоб ол зақымдалмас үшін біздің организміміз солай ойластырылып табылған. Яғни біздің Құдайымыз солай жаратқан. Артерияларға зақым келмес үшін. Артерияға зақым келген жағдайда адам бір моментте өліп кетуі мүмкін. Өйткені ол жерде артерияның, кинолардан көресіздер ғой, артерия жыртылған жағдайда, немесе пышақ бірдеме сұққан жағдайда қан атқылайды. Сол нәтижесінде адам лезде қайтыс болуы мүмкін. Ал веналарда керісінше қан баяу ағады. Суицид жасағанда көбісі тамырларын кесіп жатады ғой. Қан баяу аққасын, скорый помощь келіп үлгеріп қалады, иә, бұл адамдарда. Сондықтан бұл жердегі қан тамырлар өте баяу шығады. Мысалы, кейде қан алған кезде айтады, қаның ақпай жатыр, анау-мынау деп. Ол солай болу қажет. Венаның қаны, потому что баяу жүреді. Сіз артериядан қан алып жатқан жоқсыз ғой, венадан алып жатсыз ғой. Сондықтан қан баяу шығады. Енді қараңыз, бізде капиллярлар деген бар. Яғни бұл жердегі біздегі венадағы, артериядағы қан тамырлар ұсақталып келіп, капилляр болып келеді. Капиллярлар дегеніміз не? Капиллярлар дегеніміз жаңағы бізде артериядан қан напормен келеді де бүкіл организмге таралып, ол капиллярларға дейін ұсақталады. Онымен мына жақтан венаның капиллярлары екеуі бір-бірімен анастомоз түседі. Анастомоз дейді, бір-бірімен бетіп қосылғанда. Мұнау артерия, мұнау вена. Екеуі бір-біріне қосылып, қан вена қандарына келіп алмасады. Вена қандарынан қан келетті жүрекке қарай тебеді. Айтып отырмын, жүрекке қарай тебу үшін ол өте баяу барады. Енді қарайық. Вена қандары, мысалға, көбінесе варикоз аяқта кездеседі. Вена қандары жоғарғы қарай қанды жүрекке қарай тебу қажет қой, ол напор жоқ дедік. Енді қараңыз, бізде бұл жерде бізге көмектесетін бұлшық ет бар, иә? Бізде айтады ғой, қозғалыс бұл өмір деп айтады.
неге қозғалыс бізде өмір, неге көп жүру қажет деп айтады? Потому что біз венаға көмектесуіміз қажет, яғни венадағы қанды жүрекке тебуге көмектесуіміз қажет. Сіз бір орында тұрып жұмыс жасасаңыз, немесе отырып бір қимылдамай жұмыс жасасаңыз, бұл кезде застой крови болып келеді, яғни қан ұйиды. Енді қараңыз, мына жерде келетін тамыр, ол тіп-тіке просто тұрмайды, бұлшықеттер бізде қысқан кезде қан келіп жоғары көтеріледі. Бұлшықеттер қайттан жіберген кезде қан төменге қарай түсіп кетпейді. Неге? Потому что біздің мына неде веналардың ішінде бізде клапандар болады. Осындай клапандар орналасады. Бұл клапандар ашылады, қан жоғарыға кетті ма, жабылады. Қайттан ашылады, қан жоғары кетеді, жабылады. Осы венаның бойында клапандар өте көп болады. Осы клапандар арқылы ол жайлап барып жүрекке қарай жетеді. Ал енді сіз көп қозғалмайсыз, жұмысыңыз бір орында тұрып жұмыс жасайтын, немесе өте ауыр заттарды көтеретін адам болсаңыз, сізде әрине бұл жерде сізде застой крови болады. Яғни қан тамырларыңыздың қабырғасы әлсіреп кетіп, қан жоғары қарай көтерілу қызметі бұзылады. Осының нәтижесінде терінің сыртында бізде әртүрлі өрнектегі капилляр веналарды көреміз. Бұл яғни бізде не ол? Варикоз. Варикоз осының нәтижесінде шығады. Сондықтан движение это жизнь деп айтады ғой. Сондықтан көп қозғалыс қажет. Ал енді варикоз матки дейді, варикоз промежности дейді, яғни жатырдың варикозы, немесе аралықтың варикозы деп айтамыз. Бұл дегеніміз не? Жалпы бұл бізде көбінесе көрінбей жатады. Өйткені бізде бұл ішкі орган болғасын, ішкі жақтан бізде варикоздар көбіне көрінбейді. Бірақ әйел адам өзі сезуі мүмкін. Яғни ұзақ тұрған кезде, немесе етеккір келген кезде, жыныстық қатынас кездерінде бір ауырсыну болып келеді. Ауыр зат көтергенде мына төменгі жақтағы ауырсыну болып келеді. Немесе кейбір әйелдер өздері көреді варикоздың барын. Сол кезде гинекологқа келіп айтады, немесе гинеколог осмотр жасаған кезде көріп айтады. Бұл сол жерде айтылады да қалады көп жағдайда. Ал енді қараңыз, сіз жүктілік кезінде осы варикоз шығып жатады көбіне, Жүктілік кезінде варикоз шығып жатқанда сіз ешқандай ем қабылдай алмайсыз. Сондықтан флебологтың қаралуында боласыз, сол кісінің осмотрында боласыз. Жүктілік кезінде біз не істей аламыз? Егер де аяқта варикоз шығатын болса, компрессионный чулкилар бар, соны киеді. Жүктілік бойы және босанған кезде. Ал төменгі жақта варикоз кездесетін болса, маткаде немесе промежностьте, онда арнайы шортилар, трусилар болады. Яғни компрессионный арнайы шорты, трусилар болады. Осыны кию қажет. Бұл көбінесе интернет-магазиндерде ғана сатады, аптекаларды сата бермейді. Чулкиларды аптекалардан таба аласыздар. Сол жерлерден алып киюлеріңіз қажет. Және де бұл кезде ауыр зат көтеруіңізге болмайды. Енді қараңыз, көбінесе неге осы варикоз жүкті әйелдерде шығады? Біріншіден себеп, потому что біздің қазақ әйелдерінің жүктіліктің арасында 1-2 жыл салмай көтере береді. Бірінен соң бірін көтеріп босана береді. Өз денсаулықтан ойламайды бұл жерде. Тек қана біреу айтты, екіншісін қашан көтересің, үшіншісі қашан болады деп айтты деп көтеріп бала туа салады. Осының нәтижесінде варикоз шығады. Ешкім мысалға сізге айтпайды, менде варикоз бар, анау бар, мынау бар деп ешкім айтпайды. Как будто бәрі сап-сау адам сияқты, бірақ каждайының өзінің жеке бір ауруы бар. Сол сияқты өзіңіздің жеке ауруыңыз болмас үшін өзіңізді күтуіңіз қажет. Екінші себеп жүктілік кезінде ауыр зат көтеру. Енді қараңыз, сіз ауыр зат мен көтермеймін дейсіз, бірақтан да сіздің мысалы бірінші балаңыз бар ма, екіншісіне аяғыңыз ауырма, сол баланы келіп көтересіз. Ол бала где-то 1 жаста, ол 1 жастағы бала неше килограмм? 10-15 килограмм. 10-15 килограммды баланы келіп көтересіз. Плюс ішіңізде бала бар тағы да. Әрине сізде варикоз болмай, кімде варикоз болады? Сондықтан біріншіден өзімізді күтуіміз қажет. Сосын көп келіншектер 40-нан шықпай жатып күтінбейді. Яғни 40-нан шықпай жатып ауыр кастрөлдер көтереді. Мен мықтымын, мен күштімін деп ауыр кастрөлдерді баланы келіп көтереді. Мысалы, ладно, новорожденный баланы айтпаймын. Бірінші балдарын келіп көтереді, андап барады, мындап барады. Мен күштімін, мен мықтымын деп сырт көзге сөйтіп көрінгісі келеді. На самом деле ішінде қанша ауру жатқанын оны ешкім біле бермейді, ешкім айта бермейді. Сондықтан өз-өзімізді күтеміз. Варикоздың кез келген түрінің қазіргі емдері мыналар болып саналады. Яғни лазермен емдеу, флебоэктомия, склеротерапия, аппарат клакс арқылы емдеу жүргізіледі.
Ал енді қазір айтып жатады ғой, мен хиджамамен емделдім, сүлік салу, шертпе, май жақтым, бір жаттығулар жасадым деген айтып жатады, бұлардың барлығы көмектеспейді. Сосын андай сетевой дәрілер бар ғой, сетевой компаниялар, соның тоже дәрілерін ішіп қажет емес. Бұлардың барлығы тамырды қалпына келтірмейді. Тамырдың қабырғасын қатайтатын дәрілерді ішуге болады. Бұл жерде ол тек қана 3 айға тағайындалу қажет, яғни флеботониктер. Варикоз кезінде не істеуге болмайды? Варикоз кезінде жүгіруге болмайды, спортпен айналысуға болмайды. Яғни жеңіл фитнеспен айналысамыз, Варикоз кезінде тағы не істеуге болмайды? Ауыр зат көтеруге болмайды. Және де лазерный эпиляцияларға баруға болмайды. Өйткені итак әлсіз тамырларды одан сайын қабырғасын бұзамыз. Одан кейін противозачатный таблетки ішуге болмайды. Яғни бұларда қан тамырының қабырғасына кері әсерін тигізеді. Аяққа массаж жасауға болмайды. Баняға ыстыққа түсуге болмайды. Және де каблук киюге болмайды. Сонымен қатар жүктіліктің арасы ең аз дегенде 2-3 жыл уақыт керек. Яғни адамның ішкі органдары, тамырлары барлығы өз қалпына келуі қажет. Ал енді достар, менің айтқан мәліметтерім сіздерге түсінікті болса, каналыма тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Келесі видеоны жіберіп алмас үшін колокольчикті міндетті түрде басып қойыңыздар. Ең біріншіден өзімізді күтуге, салауатты өмір салтын ұстануға атсалысамыз. Жақсы ма? Қыз келіншектер, өзімізді аямасақ, бізді ешкім аямайды.